Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа және 150 грамм шекер қажет. Осы жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырасыздар. Екеуін жақсылап араластырып болғаннан кейін 200 мг сүт құямыз да тағы да араластырамыз. 80 мг сұйық май құямыз. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Сіздерде миксер болса, миксермен араластырсаңыздар өте жақсы араласады, біркелкі болады. Енді үстіне ұнын саламыз. Ұнын 300-250 грамм салсаңыздар болады. Және де бір ас қасық разрыхитель салып, массамыз сұйық болғанша жақсылап араластырамыз. Қатты сұйық, қатты қою болмау керек, орташа масса болу қажет. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді осыны екіге бөлеміз. Және осы екінші бөлігімізге ас қасықты толтырмай какао салып, осылай жақсылап араластырамыз. Міне массаларымыз дайын. Енді табаға кезек-кезек салып, 2 ас қасықтан салып, бір-бірінің үстіне құямыз. Енді соңында осылай зубочисткамен жан-жағынан жинап сәндесеңіздер болады. Міне менің пирогым дайын. Үйде жасап көріңіздер, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады.